Записьте қойыппын ғой. Запись десең не? Экран жазып тұр ма өзі? Экран просто жазып тұр. Все, в эфире дейді. Кән? Әне. Ассалаумағалейкум. Кән Айдар, мен сөйлесіп жіберейін. Аккуратно. Әдемілеп жүр. Болды. Так. Все, по идее. Болды, я? Вот çıktı. Дауыс шықпай жатыр да. Телевизордың дауысын отдельно шығаруға бола ма екен? Или монитордан шығарып қой. Болатын еді ғой, біз солай істейтін едік Иә. қой. Бүйте салайын да. Керегіміз тауын маған дауыс. Біріңге жіберіп отырсың просто. Сөйте ме ол? Телефонды просто басып тастайсың. Жоқ, маған ешкім ештеңе жібере алмайтындай қылып тастауға бола ма TikTokта? Бар ма сондай функция? Жоқ. Жоқ. Нельзя донатить деген жоқ па? Короче, маған рахмет жіберіп жатқандарыңызға, бірақ звукты өшіре салмайсың. Бірақ ештеңе жібермесеңіздер ризам. Мен бұл жерге общениеге кіріп отырмын. Қазір мен негізі камерамен кіруім керек еді эфирға. Мынау кетіп қалды качествосы. Айдарик. Ол неден ғой, Wi-Fi-дан сеттан. Тиштік па? Все. Все. Негізінде мен қазір Twitch-та және TikTok-та эфирде отырмын. TikTok-қа мен өмірімде баяғыда кірген шығармын. TikTok ашылған кезде эфирға, одан кейін енді кіріп тұрмын. Жоқ, өтірік айтам. Соңғы рет мен гитарамен өлең айтып, сол баяғыда кіргем, короче. Содан кейін енді кіріп тұрмын. Қазір бізде Twitch-та параллель TikTok-та стрим болып жатыр. Бәріңізге сәлем. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Бізде TikTok-та 1300-дей қаралым болып тұр. Ал Twitch-та Twitch-та айта алмаймын қанша болғанын, бірақ нормаль сияқты. Алматқа тіп қойға алмайтын Type-C флешка болып кетеді. Иә, сол. Мына камераның жарқысы 8. Өдейді жоқ та. Тапсай өйлейді, ана яқтаған сұрақ білесің ба компьютердаған? Бірдемсе алшы. Компьютерді сұрасың ғой. Қанша процент? Әлі бір сағатқа жетеді уже. Бірақ ананы реттей берші. Қазір бітіп қап. Ал, ассалаумағалейкум, сәлем бәріңізге, қалайсыздар? TikTok бар және Twitch бар. Екі жаққа екі обращениеміз, бірдей сөйлесе берейін. Бәріңізге сәлем. Мен атым Садрадин, танымайтын адамдар болса, мен әнмен айналсам, музыкантпын, кішігірім әншімін. Даусың ақырын шығып жатыр дейді. Қазір реттейміз. Ана нормально шығып тұр, Twitch. Походу, анадан сияқты ма? Не, наоборот, Twitch-та нормально жазып отыр. Короче, ол даусын шығарып көріңіз, егер болмаса айтасыз. Болмаса қазір көтере салайық. Неге қысқа жеңдер киесің дейді. Енді ыстық қой. Өзім горячий жігіт болғаннан кейін. Качествосы күшті дейді ғой, рахмет сізге. Мен TikTok-та бірақ мына жаққа қарап сөйлеп отқан жоқпын да, соған кішкене бір түрі болуы мүмкін да. Былай сөйлесейін да, екі ортаға да қарап. Бұл жерде қарап нете берсем болады. Бәріңізге сәлем, ассалаумағалейкум. Менің есімім Садрадин. Бүгін TikTok-қа кірем деп шештім эфирға. Солай, қызықты сұрақтарыңыз болса жауап беремін. Бірге қазір бір жарым сағатта эфирға кіретін боламыз. Мерч дейді. Я, бұл білмейтін жандар болса, бұл менің өзімнің жеке мерчім. Яғни осы менің ең соңғы концертіме, стадионда өткен концертіме арналып шығарылған мерч. Осындай көк түсі менде бар екен, өзімде осыны киіп алдым. Солай. Twitch-та қаншадан отырғанын білмеймін. Неге қатып жатыр дейді. Қатпау керек, негізі біз қазір жақсы интернетпен отырмыз. Даусын шығаршы чуть-чуть дейді. Хорошо, 1 минут. Астында ғой сенде. Оң жаққа лақтырып жүр просто. Мышканды. Мына ақ қоя. Все. Мынау тұр ғой. Мынау қоя. Ей! Жоқ ол. Осы ғой. Осы ғой. Енді жақсы шығып тұр ма даусым? Алло. Я, по идее, не. Енді жақсы барып тұр негізі. Негізі жақсы, уже дальше не болып кетеді. Ал, жақсы сұрақтар қойылып жатыр. Давай. Рахмет. Жақсы. Жақсы сұрақ қойылды. Мынау сенің студияң ба, әлде достарың студиясы ма дейді. Бұл менің студиям. Бұл жерде мен сіздер тыңдап жүрген әндерімді жазамын, яғни последний шыққан әндерім барлығы осы жерде жазылған. Бұл менің студиям. Және де бүгінгі стримда бір үлкен жаңалық айтпақшымын. Құдай қаласа, менің
артымда көріп тұрғандарыңыздай осы жазулар сіздерге көрініп тұр ма білмеймін, көрініп тұрған жоқ па, бірақ Құдай қаласа менің альбомым шығады. Садрадиннің альбомы шығады. Шамамен 8-9 ән деп жобалап отырмыз. Негізі 13, 12, одан да көп ән бар. Бірақ олар альбомға кірмейді деп ойлап отырмын. Сол үшін 8-9, мүмкін 7 ән. Көңілімнен шыққан 7 әнді альбомыма қосатын боламын. Бүгін осындай жаңалықты айту үшін сіздерге кірдім. Фанфик оқып көрдің бе өзің жайлы дейді. Мен фанфик деген не екенін түсінбей жатырмын. Фанфик деген түсіндіріп жүрсеңіздер. Солай. Бұйырса менің жеке концертім болады. Құдай қаласа болады жеке концертім, және менің өзімнің концертке дейін жеке ең алғашқы альбомым жарық көрмек. Алла қаласа осы жаңалықты бүгін айту үшін эфирға кірдім. Ал мен аяқтан пока тиктокты оқи алмаймын. Мен енді бір жаңалық айтып өтейін. Twitch-тан стримға кірген уақытта тиктоктан да бірге кіріп отырам деп шештім, себебі Twitch-ті білмейтін жандар да бар, бірақ біз Twitch-та көрермендер саны, оқырмандар саны көбейіп келе жатыр. 35 мың оқырман болдық қазір, шамамен. 15 оқырман ба, жетпей тұр. 15 адам подписаться етсе, 35 мың Twitch-имда менің оқырманым болады. Бұл деген өте Twitch-қа өте күшті көрсеткіш, себебі Twitch ол көбісі түсіне бермейтін платформа. Ең алғашқы болып 1 жыл бұрын ба кіргенбіз эфирға. 1,5 жыл бұрын, мартта, я. 2 жыл өтті ма? 2 жыл өтіпті ғой. Фанфик оқыма, газель айдап кетесің дейді. Не ол, мен түсінбей жатырмын. Синий трактор болатсың дейді. Может быть, так тиктокта 2200 адам отыр. Өз-өзімізге шапалақ ұрып қояйық. Бұл деген жақсы көрсеткіш менің ойымша. Ал тиктокымды мына жақтан да ашып қояйын да оқып отырайын. Чатты қалай көрсе болады? Еламан Бұралқы звондап отыр. Звондашы. Эфирде отырмын деп айтып жіберейін. Айтшы, эфирде отыр деп болмайды деп. Маған звонок келмейтіндей қойып тастайын да телефоныма. 1 минут. Қазір келе берсін. Жақсы көрініп тұр ма? Ешкім қатып атқан жоқ. Все, я? Эфирде отырсың ғой, брат. Жазса енді деймін да. Енді біліп тұр ма кеп тұрған? Қазір маған адамдар кеп жатыр. Мына жақта төбесінен бір жазулар шығып жатыр. Ал чатқа жауап берейін. 60 күн не болды дейді. Вот соны бүгін ақылдасу үшін кіріп отырмын ғой эфирға. Бұйырса сіздер егер давай жаса десеңіздер, менде, 60 күн деп аламыз максимум. Может 1 айда бітеміз, может 50 күнде бітеміз. Осы студияда өмір сүрем. Бұл студияда өмір сүруге болады, бірақ енді үйіңдегідей емес. Бұл студияда өмір сүргенде де енді еріккеннен емес, бірақ осы студиямда отырып өзімнің альбомымның жұмысын жалғастыратын боламын. Қазір де жалғастыра берсем болады, бірақ параллельно осылай прямой эфирға, тікелей эфирға шығам. Арасында 24 сағат эфир болады, арасында процесті көрсетем, және мені көргісі келген үйімдегілерім болсын, достарым, жақындарым болсын, осы студияға келіп отыратын болады. Бұл студияда жанға керектің бәрі бар, негізі. Өзінің кухнясы бар, бірақ енді тамақ істейтіндей возможность жоқ. Тамақ істейтін адам да жоқ. 35 мың подписчик болды, оқырман болды дейді. Twitch, рахмет. Ал мына жақында кәдімгі өзінің уборный бар, душы бар, бірақ жататын жер жоқ, өкінішке орай. Сол үшін де бұл жерге бір кішігірім диван, көрпе төсек алып келіп, жатып, жұмыс істей беруіме болады. Қазір мен амандасып берейін, сосын дальше сөйлесетін боламыз. Ассалаумалейкум. Сен түн көрісте бересің ба? Ассалаумалейкум. Қазір інім келе тұр ше. Сәл күте тұр, Әлиге звондап жүрші. Эфирға отқан ғой Twitch-қа.
Давай, брат, сені таныстырып жіберейін да адамдарға. Давай. Короче, отырасың ба или? Келе отырайын. Давай. Жоқ, мен наоборот мешать етпейін деген ғой. Жоқ, көрсетіп жіберейін да адамдар білсін да. Бұйырса, қай жақта? Вот мына жақта Twitch-та, мына жақта отырмыз, мына TikTok-та, мына жақта отырмыз, короче. Бұл Еламан деген жігіт, бұл бұралқы, бұны көп адамдар, обычный көрермендер білмеуі мүмкін, қарапайым. Бірақ бұл жігіт көп деген видеоларды жасаған. Яғни видео дегенде оны қазақша қалай түсіндірсек болады? Сіздер видеода көретін мысалы эффекттер бар ғой. Мысалы қалай түсіндірсем болады? Қалай түсіндіреді қарапайым тілмен? Мысалы от жанып тұрады деген сияқты, бір аспанда машина ұшып баратады деген сияқты сондай эффекттарды әлем бойынша әлем жұлдыздарына істеген жігіт, сіздер білесіздер ме? Қазақ жігіт. Оның аты Еламан. Короче, сіздер танитын любой әнші әлем бойынша соның барлығын видеосын жасаған жігіт. Өзің дальше айтып жерсек, өзің жайлы. Біз бірге бұйырса жұмыс жасап жатырмыз. Менің бұйырса Don't деген әніме сіздер күтіп жүрген соны жасаған жігіт. Басында күшті бір VFX болады. Солай, Еламан деген жігіт. Жақында таныстық. Ең бірінші осы жұмысымызды жасап көрдік. Бұйырса тағы да мынау брат альбом шығаратын болдым. Құдай қаласа тағы бір клип түсіріп. Құдай қаласа, вот альбом. Әлі аттарын, бүкіл демоларын жазып қойдым. Идеям бар, короче, осы жерде студияда қонам, короче, 60 күн. И 60 күн бойы осы өлеңімді істеймін ғой. Типа кәне ұқсап жатып аламын да, шықпаймын, короче, еш жаққа. Осы жерде тұрамын, осы жерде тамақ жеймін, короче, осы жерде душқа түсемін. И альбом жұмысын бітіремін да, потом видео ряд түсіремін. Вообще шықпайсың. Шықпаймын, короче. Жатамын осы жерде. Өзі кейлетін адам ба? Стрим болады ма екен? Стрим болады. Кейде 24 сағат болады, кейде ұйықтағаныма дейін полный көрсетемін да. Кейде, ну, по вечерам чисто жұмыс көрсетіп отқан ғана. Вот, бұйырса сіздер күтіп жүрген Don't деген әнді бұйырса шығарамыз. Дайын тұр. Солай. Сіздердің, давай, қандай ең танымал қайсысы сен істеген? Ең көп просмотр жинаған? Ең көп просмотр жиналған. Ең популярный деп айтқан Weekend'тің Save You Cheers. Қайсы еді? Қалай жазылатын еді ол? Save. Саевамын тұрғымын. Осы жерде бір нені айтып кетейік та? Бүркіт, нені, бәйтеректі, иә? Көрсетейік. Міне, бірақ сіздерге көрінбеуі мүмкін бұл ше, мен өйткені андай экран көрсетпеу керек екен білмеймін. Мына өлең ғой, короче. Дұрыс па? Дұрыс. Жоқ, бұл да емес, бәйтерек. Бәйтерек қайсысы еді? Бұның қай жерін істедің? Клинап, ең соңында өз-өзін атады. Өз-өзін атып жіберетін да. Міне Али де келді эфирға. Короче, осы сіздер білетін, короче, бүкіл әншілерге жасаған жігіт. Вот, мен ол қайсы еді анау бәйтерек тұратын? Сіздер білесіздер ме сонда? Қазақ жігіттер жасайды. Take my breath. Қазақ жігіттер сондай жұмыс. Қазақтар видеодан өте таңып кеткен. Мына өлеңді тыңдасаңыздар Weekend'тің. Осы да, короче, бәйтерек салып болған. Бәйтерек бар. Күшті емес па? Осы өлең, короче. Көрсеңіздер өздеріңіз түсініп тауып аласыздар. Әлі алып келдің ба? Болды. Бер жерісі. Уақыт ұстамай қойып. Қазір мен 1 минут келеме. Давайласып жіберейін. Вот осындай күшті жаңалықпен бөлістім. Мына жерде дұрыс қой, иә? Әлі мен айтқаным оқпен ғой. Дұрыс болу керек. Осы жерде саным осындай емес. Сондай. Сен өзің алып келдің бе? Жақсы. Хабардан жақсы, рахмет. Әли. Twitch'та адам, TikTok'та да отырмын, что? Осы зор отыр ғой, иә? Так, қазір мынау телефонмен отырмын пока. Сосын мен кіретін боламын. Қазір сәл уақыт өткен екен. Twitch'та 1000 адам отыр. TikTok'та қанша адам отыр? TikTok'та 3300 адам отыр. Мәссаған. Ал соның құрметіне гитарамды бер. Бір өлең айтып жіберейік. Фанфик деген дейді. Не ол? Фанфик деген сені бір қызбен қосып ойдан әңгіме құрайды дейді. Сондай ма? Күшті? Давай сол үшін бір өлең айтып жіберейік. Кеттік.
брат твичқа қарасай дейді. Ау мен экранға қарап отырмын, экранға. Қандай ән айтамыз? Бір осыншама көп адам көріп қарап отыр екен, бізге бір кереметтей бір ән айтып берейік. Мысалға такси. Мен таңдамас күйде міндім таксиге, мен үйдан күтеді сүйді, брат жайыра қайда, жеткіз мені айға. Мен саған мас күйде міндім таксиге, мен үйдан күтеді сүйді, брат жайыра қайда, жеткіз мені айға, сол білмеген жайға. Тұман арасында бірде көлік бірде жаяу, күмән араласып таңға таман тағы ояу. Көз қарасыңа ғашықпын, көз қарасыңа, көз қарасыңның ағы менен қарасыңа. Біз екеуміз жолда, қалағаның сонда, оң бәлде сол ма, кетсек егер солға жолдан адастың, сен жолдан адастың. Ай, мен таңдамас күйде міндім таксиге, мен үйдан күтеді сүйді, брат жайыра қайда, жеткіз мені айға, сол білмеген жайға. Осылай. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ал альбом жайлы айтатын болсам, соны 60 күн студияда альбом деген контент жасаймыз ба, әлде керек емес па, қалай ойлайсыздар? Меніңше қызық болады сияқты, себебі альбомның қалай жазылатыны өзіме де қызық, және сіздерге де қызық. Әндердің қалай жазылатыны қызық деп ойлаймын сіздерге. Енді мен барлық процесті көрсете алмаймын, өйткені альбом шыққан кезде тыңдаса қызық болады, бірақ местами контент жасап көрсетіп отыратын боламын. Сіздер білмейтін, мысалы, бір клиптің артында қаншама адамдар жұмыс жасайды, бір әннің артында қаншама адамдар жұмыс жасайды. Себебі мен мысалы клип түсірсем өзім камераны ұстап жүрмеймін ғой. Сол сияқты қаншама жұмыс бар ол жерде. Сол адамдардың бәрі келеді мына жерге. Альбомның обсуждениесі болады, және альбом әндері дайын болса, бір танымал қонақтарды шақырып, солардың реакциясын бірге көрсек болады деген сияқты ғой. Егер делаем десеңіздер, сол контентті жаса десеңіздер, міне артымда бүгін уже басталды. Бұның ішінде 50%-ға аяқталған әндер бар, 100%-ға аяқталған әндер бар. Осының барлығын доделать етуіміз керек. Қалай ойлайсыздар? Егер садыр делай десеңіздер, бәріңіз чатқа плюс жіберейік. Чат, Twitch, чатқа плюс жібереміз, TikTok, бәріміз чатқа плюс жіберейік. Делаем, не делаем. Егер жаса десеңіздер, бәріміз плюс жасайық. Оны осы 1-2 күннің ішінде уже бастап кетеміз. Студияда өмір басталады. Студиядағы өмірді көрсететін боламын сіздерге. Мен 24 сағат осы жерде тамақ жегенімізге шейін бәрін осы жерге көрпе жастығымды алып келіп аламын. Осы жерде қонам. Осы жерде қонып 60 күн ұзақ болады ғой дейді. Я, бірақ 60 күнді мен запаспен алып отырмын. Жаңа айттым, мүмкін 30 күнде бітіріп қалуымыз мүмкін. Қарқынды 30 күн жұмыс жасасақ, февраль бойы. Мүмкін 30 күнде бітіріп қалуымыз мүмкін. Бірақ бұл жердегі
күні маңызды емес, просто мен өзіме вызов болып тұр да, не болады екен деп, короче. Барып душыма түсіп келем, азында тұрам, тамағымды ішемін да жұмыс істеймін. Мына жерде ұйықтаймын міне. Короче, кілем студияда. Ана жерде ұйықтаймын, тұрам, тамағым мына жерде, жеп аламын заказбен. Інім киімдерімді әкеліп береді. Киімді ауыстырып аламын да жүре беремін дегенде ғой. Қалай ойлайсыздар? И арасында 24 сағат стрим болады, осы жерде ұйықтаймыз. Меніңше қызық. И Twitch-қа бәріне, короче, чтоб мынау нарезкалар тараған кезде мынандай дәу жазу жазып қоямыз, чтоб сол нарезкалармен адамдар білсін. Типа Садыр делает альбом, Садырдин альбом жазып жатыр, студияда қонып деген сияқты ғой. Қалай? Өте қызық дейді. Меніңше қызық, әртүрлі адамдар келеді, менің достарыммен таныстырамын, сіздер танымайтын көп. По-братски чилды айтшы дейді. Давайте чилды айтайын. Кән тиктокта қанша рет жазып жүрген ғой тиктокқа. А? 1700 рет жазып. 1700 рет? Бұл тикток өзі санай ма қанша рет жазылған? Иә, типа көп адам бір сообщение. Чил, давай! Кеттік әлі, айтып берейік. Твичте адам азайып бара жатыр, бәрі тиктокта отыр дейді. Неге? Нормально, мне кажется. 1000 адам стабильно Twitch-қа өте жақсы көрсеткіш. Давайте. Таңғы 6 мен тағы үйде емеспін, саған айтатын күйде емеспін. Таңғы 6 мен тағы үйде емеспін, үйде. Покупаем акции, қалта толған баксы. Менде бәрі жақсы, сен өзің каксың. Бүгінгі лук от Лора, темно-синий слаксы. Я люблю вас, қыздар, салам алейкум, паци. Күнде гонорария, күнде договоре. Бөліп беремін соған, кім жанымда болды. Самый лучший фантом, Rolls-Royce фантом. Мына жерден алып кетші, мына бала бол. Таңғы 6 мен тағы үйде емеспін, саған айтатын күйде емеспін. Таңғы 6 мен тағы үйде емеспін, үйде. Апнули изи эло, апнули эло смело. Выхожу на бит первым, убиваю лассаделым. Желание бар мажора, сегодня неохота. Завтра на работу, вставать рано утром. Таңғы 6 мен тағы үйде емеспін, саған айтатын күйде емеспін. Таңғы 6 мен тағы үйде емеспін, үйде. Текст берейін ба болмаса дейді. Жоқ, ұмытып қалдық енді. Күнде айтып жүрмегенде кейін. Ұмытып қалдық. Твичқа да қараса дейді. Мен тиктокқа ойлап қалмаңыздар, тиктокқа ғана қарап отыр екен деп. Мен экранға қарап отырмын, алдымда екінші экран бар, соған қарап отырмын, чатты оқып отырмын. Басылған жоқ қой. Білмеймін, 25 минут Камераға түн өтсе ауысып айтасың. тиктокта. Кім айтып жатыр? Уже уақыт болды ма? Иә. Ровно 25 минут өтті ма? Білмеймін. Короче, мен қазір тикток көрермендер, қазір қанша адам отыр? Тиктогымда қарап. 5000 адам отыр ма? Давайте, құрметті мені көріп отырған 5500 адам тиктоктағы. Мен эфирді өшіріп, ол үшін телефоннан өшіру керек па деші? Сразу анау жалғасып кетем екен. Мына жерден қосылмай ма, брат? Сразу жалғасып кетем ма? Сұрашы Нұрланнан. Сондай салайын да, иә? Иә. Қазір мен тиктокты камерамен жүргізетін боламын. Сіздер вообще шок боласыздар қазір ондай. Алло, ассалаумалейкум, қалайсыз? Мынау тиктокты өшірмей тұрып сразу қосып жүруге бола ма деп сұрап жатыр. Өшіру керек дейді, сосын ана жақтан бастау керек дейді камерамен. Короче, құрметті тикток көріп отқан жандар, қазір бізде 5500 адам қарап отыр. Сіздерге қазір мен бір 10 секундтың ішінде қайта оралсам, өйткені мен камераға ауыстыру керекпін да, мына телефонмен отырмын ғой қазір. Қалай ойлайсыздар? Кетіп қалмаңыздар. Бәріміз қайтадан менің аккаунтыма подписаться етеміз да, маған қайтадан
кіріңіздер, қазір қызық контенттер болады. ок деп отыр бәрі. Окей деп Окей деп отыр, қайттан Окей деп кіресіздер ғой. Все. Өшіре салайын онда. На, стой тұр. Қалай көрініп тұр бұдан? ой зор тұрс, качество зор. 5700 адам отыр ғой. Ема, звезда болып кеткенсің ғой. Сейчас 1 минут қайттан келем. 6000 адам отыр. Звездамыз ғой біз, Қалай еді, братишка енді? Ұнау ма? Нажать эфир бас. О! Ема! Ұрайын ба? Добавьте тему дейді ғой. Нерге жазу керек қой, Лайф бірдеңе жазып қойшы, салдар. Альбом деп жазып қойын да. Сон деп па бірден. Бүйтіп қойын. Сіздің еще неңізде. Осылай әдеміс па? Мыналар керек емес қой, мыналар. Неге баспай тұрғаны? Нажать эфир деген. Жазсаңыз мына жерге деп. Мынау сыртына шығып тұратын ау, кажется. Эфирдің. Неғып жазылмай жатыр? Ішінен описание жазылатын бар. Тема жазылмайды дейді. Кішкентай әріппен ба или? Осы жерге сияқты тема жазылады, обо мне деп тұрмын. Я, походу, осы жерге жазылады. Сон деп жазып қойшы. Бля, принять ету керек ау бұған ше андай. Жоқ, неге анау? Конфиденциальность деген ба. Трансляция суперфонат жоқ. Бір бәле запомнить ет дейді ғой, прежде чем добавьте. Музыка қоя Чат бізге. интервью. Или музыка. Чат интервью ғой. О, Начать міне. эфир болды. Мына жерге де жаза салайықшы, Soon альбом деп, Дұрыс па? Мына жақта басқа біреудің эфирі басталып кетті еще. Соған кіріп қоясаңыз. Чуть осылай отырайын да, Орта осы ғой. Или сен камераны бұра саласың ба? Ма, қалай болып тұр камера? О, міне. Охо! Қайық көрін айтшы. Бір качествосы не дейін ғой, кетіп Жоқ, тұрғаны. мына телефон көтермейді ау, одан бұрын. Қарасаңшы мактан қалай көрінді. Чуть былай бейтші. Соның айтады ма? Тағы. Болды. Болды. Міне. Тема ғой. Ал. Келдім қайтадан. Качество деп жатыр бірақ бәрі. Неғып екен білмеймін. Жаман дей ма? Жоқ, бірақ менікіне әде болды ғой. Әдем болып тұр. Сәне қарасаңшы. Қазір көрейін, айтам. Мұртыма дейін көрсетіп тұрғын мен. Алыстадайын ба? Сәл алыстатасың ғой. Мұртқа дейін көрсетіп тұр, ятты. Соншама адам қарап отыр. Twitch тамаша ғой, қарашы. Дәу. Бәсе еще кішкене. Енді қарашы әлі. Пароль жазырыз. Мына мак көрініп кетті ғой Twitch'та. Анау шей жақын болды ғой натуре. Twitch'та мак көрініп кетті. Ну, нормально алыстата сал, мен бүйте салам ғой. Ал. Есте салмаймыз да, кайф отқан жоқпыз ба? TikTok қайда кел? TikTok қалай көретін еді? Дауысын жүрш? Ой. Тоқта, ашпай жатыр. Неге ашпайды? Бір рет обновить етіп жіберсеңші. Сен де ашып тұрмет? Иә. Жүріп жатыр қойшы, ана адамның бәрін кіріп жатқан қарасаңшы, десі олар. Ол әшейін қатып тұрып кіріп жатыр ма? Оны аяқта жүріп жатыр, я? Nokia болып тұр дейді ғой, неге? Twitch'тан кіре бересің ау дейді. Не жоқ па, не болып тұр? Адамдардың өздерінде Негізі нормально болып тұр ғой. Мне кажется, жаман емес, қалай ойлайсыздар? Маған ұнап тұр. Ал жалғастырамыз. Біз қай жерге келген едік? Ұйықтаймын деп отырыңыз ба? Студияда ұйықтаймын дедім. Оны айтып қойдым. Бірақ Twitch'қа жетпейді, по-любому, андай. Эфир, по-любому, Twitch'ға арналған, эфирға арналған платформада. Бірақ көбісі біле бермейді, сол үшін де TikTok'қа да кіруге тура келді. Әдем болып тұр деп отыр, вайп болып отырсыз. Анаған кеттік па, или?
ананы қойып қойшы ана. Қайттан өшір. Өшіру керек қол үшін. Жоқ, ана жерде ығыстыра қоймаймын. Ана нұрлан істеген. Вертикальный болған. Құртып алады сияқтымын қазір. Сол үшін сен дейтін бәрін. Жоқ, бұны өзгерте алмайсың уже. Вертикальный көтермей қой. Настройка дейді. Жоқ, оны істей алмайсың ше, уже келесіде болмаса ол. TikTokқа да былай қылып. Сен келесіде не алып келсей, ана жақтан андай жабыстыруға болады екен, сақал мақал. Жабыстырып алайын ба? Контур ма? Мистер Бин. Жақсы емес па? Или онша емес па? Жоқ, мультфильм болып кетті, болды, осылай отыра берейікші. Обычный сенсор бар. Ал, жақсы көрініп тұрмын деп ойлаймын. Бірақ телефоннан да жақсы отырдық негізі, иә. Құрт жібердік та, байыпты да. Сәл-пәл бар. Бірақ кіретін адамдар кіреді ғой қазір. Бірақ жаңағыға қарағанда более качественныйлау да. Ана чисто телефон. Бұлай отырсам ше. Болды ғой, нормально емес па? Короче, бүйтеміз. Гитарамды бер. Қатып жатыр. Интернетта. Интернетта, братишка, да? Ана переключить деген басыңызшы. Соны баратырмыз, ешкім таппайды. Задержка жоқ. Задержка жоқ, Еще жоқ. Не деп? Қойшы. Телефон дұрыс дей ма? Енді қайттан өшіріп қойшақ қазір, жаман бақпан. Отыра берейікші. Еще ашпай қалды оны. Берші маған. Нормально. Ал, 18 лет айтып берші дейді. «18 лет я буду тебе говорить те слова любви. 18 лет под окна тебе принесу белые лилии. Гулять по мостовой тебе заберу, наш первый поцелуй в сердце сохраню. 18 лет, 18 лет боялся быть. Помнишь, полароид фото смотришь и улыбку ты запомнишь. Все моменты помнишь. Если любишь, сохрани. Если любишь, береги первую любовь внутри. 18 лет я буду тебе говорить те слова любви. 18 лет под окна тебе принесу белые лилии. Гулять по мостовой тебе заберу, наш первый поцелуй в сердце сохраню. 18 лет, 18 лет боялся потерять даже во сне. Я знаю, что оставил свой след в памяти твоей где-то глубоко. Храним обсетиловый талант. Говорила я не уйду, говорила не уходи. Ты меня не разлюби, ты меня не разлюби. 18 лет я буду тебе говорить те слова любви. 18 лет под окна тебе принесу белые лилии. Гулять по мостовой тебя заберу, наш первый поцелуй в сердце сохраню. 18 лет, 18 лет. Осындай кішкене Сәл бит мынаяққа итеру керек па? TikTokқа қарасаңшы. Мына жақ ұстау керек. бите саласың ғой. Не айтайын дедім, чатты оқып жіберейін кішкене. Твичті жақындатшы дейді. Айдарды жақындатып жүрші.
руың тарақты дейді. Жоқ. Аккорд шайды ғой. Мына аяқтан тартып жатқам ғой. Сөйттім да бүйтіп. Деп басқаша ұстағым келді да. түсіңдегі қыз не болды дейді ғой. Түсімде бір қыз көрдім, қордың қызындай. Али мұрынмен құлақ астында. Примерно. Так. Качество дұрыстаңызшы дейді. Түсінбеймін. Жақсы ғой Twitch'та качество неге? Ана 1.4-ті сатып алайықшы ертең. Сосын анау немен де кіріп көру керек еді. Немен кәдімгі Canon'мен де кіріп көру керек еді. Тема болып тұр ғой. Тема болып тұр. Просто негізі настройкаға кіріп 720 деген таңдау керек қой 1080-ді. Әркімде автоматический да тұр да. Менде де жаңа автоматический да тұр. Содан кейін 360-да тұр. Twitch'та качество зор. Жаман болып тұр ше. Алдындағыға қарағанда. Объективтің андай ортасында тұрып қалды мынау жайдар. Не ар емес, не бер емес. Ничего енді, жаңа басында әдемі болып тұр еді. Ничего, бірақ қызық әңгімелердің бәрін сол күшті качествомен айтып алдық та. Free Fire ойнайсыз ба дейді. Мен Free Fire ойнамаймын, сен ойнайсың ба? Біз ойнамаймыз ондай. Біз тек аттың құлағында ойнаймыз. Гитараның құлағында ойнаймыз сосын. 18 жаста деп қызықтаймыз айтқанымда еді. Ал, саундтректі айтыңызшы дейді. Жазып берген өлең TikTok'та жақсы таралып жатқан сияқты. Соны бір орындап берейін, рұқсат етсеңіздер деп қоясың. Сөйтіп сөйлейтін болсаң ойнайшы, каждый раз. Чат өздерінде сет ұстамай тұр. Бізде зор дейді. Бәсе сөйтіп қуандық қойыңдаршы. 1 сағат бұрын 7-ден келіп дайындалдық қой. 7-ден келіп настройка істеп жатыр қой. Көтер дейді. Жыртып отыр ана қыз ше. Гитара көтер дейді. Бұл да адам TikTok'тағылар кіріп жатыр. 3000 болды. Ал TikTok'та отқан 3000 адамға салам жолдаймыз. Салам алейкум. Кет. Ал альбомны айтатын болсам, ішінде мүмкін 8-9 мүмкін 7 ән болады. Олардың бәріне көп контент жазылу керек, көп деген альбомның шығатын көп адамдарға таратуымыз керек қой біздің. Мәселе альбом үлкен жұмыс талап етеді екен. Мысалы мен осыған дейін альбом жазам деп бірақ жазып былай келдім де, бірақ әрқайсысын жеке-жеке шығардым. Ал мына жерде бүкіл 8 ән бірден шығатын болғандықтан 8 әнге 8 клип. Одан бөлек альбом концепциясын барлығын жазып дайындау керек. Альбомның атын қою керек. Мысалы сондай көп обложкасы көп деген жұмыстар бар жасалатын. Соның бәрін бірге неде отырып жасайтын боламыз. Не еді? Стримда отырып. Зоопарк не болды дейді. Осының өзі зоопарк емес па? Мө деп қойшы кәдімгі. Зоопаркта сиыр жоқ. Бұжырлаған дыбыс шығып тұр. Сәл микрофон дұрыстайсыз ба дейді. Ну неге сендер үйтесіңдер? Біз деп атма не ефит дауыс. Дауыл болып жатыр ғой. Дауыл болып жатыр ғой, неге? Кән? Мынау негізі мак, үйдегі мак бар ғой. Ол да осындай дауыс шығарады негізі. Сәлден кейін қою керек. Бұл ше? Нагрузка болды ма или? Бұл бірінші рет болып тұр ғой бұл. Өйткені бұл да 2 эфир болып тұр ғой. Ал микрофоны осының микрофоны. Десе қатты шығады, бітсе жай шығады ғой. Анада.
прикинь қызып жатыр мынау бірінші рет Жаңа айтпады ғой, кешірім қатты сұраймын жатыр. кешірім сұраймын келесіде ондай болмайды бүгін сондай болып тұр енді че поделаешь енді норм болған сияқты деп ойлай қалай ойлайсыңдар а ю бұл менің үстімдегін сұрап жатқан жандар болса бұл ма нормально болған сияқты енді әлі удивительно бар ма вообще? Боссы жоқ. ол тема дауысы дейді все сөйтейікші ал қай жеріне келдім әңгіменің альбомды короче бізге көп адам білу керек көп адамға таратуымыз керек сол үшін бізге үлкен мықты жұмыс жасауым керек соған мен альбомға көптеген адамдарды тартам көптеген мықты адамдарды өз саласын мықты деген жандарын тартып жасайтын боламын көк түсті ұнатасыз ба дейді мен негізі қазір мен қара түс көп киетін болғам үйде мысалы менде қарадан көп түс жоқ тек бәрі қара етін бірақ қазір соңғы кездері міне жоқ ей анау недегіні ал да ананың астындағын шығарып берші менің компым бар ғой кәдімгі өзімнің соның астындағын шығарып бере салыңдар соны бірге шығарып алыңдар иә розовыйды қазір неге киіп жүрмін себебі маған жарасады екен сол үшін ұнап қалды сол үшін киіп жүрмін ал мынау менің үстімдегісін сұрап жатқан болсаңыздар бұл менің мерчім Садрадин деген бұл менің официальный sadradin.team деген сайтым бар сол сайтта тапсырыс бере аласыздар және менің ол жерде қол қойылған кішігірім стикер пактарым да сатылады бір жыл болды сатылып жатқанына бұның қанша түсі бар мен ұмытып қалдым артында менің логом мынау менің алдыңғы жылғы бақыт деген әніме жасалған отсылка келесі жылы бұйырса мерч мүмкін сразу бүйтіп айтпай ақ қояйын мүмкін альбомға отдельный мерч шығарсақ қалай болады екен немесе осы жылы обновленный мерч шығарсақ қалай болады мүмкін бір какой-то лимитированный бір аз ғана штук типа 100 штук типа розовый мерч типа альбоммен типа альбомның обложкасына қатысты альбомның түстеріне палитрасына байланысты сен бірдеңе өшіріп қоймашы әне бірдеңе суржаң өшіріп қалуы мүмкін солай мүмкін бірақ оны қазір қырқып айтпай ақ қояйын қанша адам отыр 4000 адам отыр ма құрметті тикток мен тиктоктың новый звездасы болдым у вас новая звезда новый король это я ертең Өзбекстанмен батыл ал және маған қазір тиктокқа айтып кететінім менде осыған дейін стрим тек твичта болған твичта мен донат алып тастаған менде бір-ақ рет донат қостым ол қандай жағдайда мен сол донаттан 500 000 теңге жинаған болатын мен бірақ оны қалай жинадым мен донат бір рет қостым да барлық көріп отқан адамдарға айттым давайте қазір біз жақсылық істейік дедім да твичта ақша жинадым 500 000 теңге сөйттім да оны мен айттым алдын ала типа қайырымдылық қорына жіберемін деп солай жинаған болатын бірақ қазір тиктокта маған подарка бірдеңелер жіберіп жатқан болсаңыздар сіздерге көп рахмет бірақ жібермей ақ қойсаңыздар болады өшпет мынау ғана өшті иә жібермей ақ қойсаңыздар болады неге өйткені оны мен шығарып та білмеймін қалай мен білмеймін бір күні давайте егер сіздер жібергіңіздеріңіз келіп жатса лучше лайк басу керек па менің көп адам көру үшін лучше лайк басыңыздар ол нәрсені былай жасайық мен кеше өзіме ойладым әрбір осы твичтің арасында неге жақсылықтарды жасап тұрмасқа деп адамдарға да кішкене үлгі өнеге болатындай сол себептен былай жасасақ болады твичтан тиктоктан донат ашамыз сол ақшаның бәрін бір жерге жинаймыз да бір нуждающий мұқтаж кісіге береміз деген сияқты ғой солай жасасақ болады ал сіздердің көңілдеріңізге рахмет осындай настроениеде бір ән тыңдап жіберейік менің керек па нені өшіре салсаң да болады по идее қой сәл зарядталып алсын сосын былай қоя салайық иә ешті көріп отыра береміз так қандай ән тыңдасақ болады болды ғой
Қандай ән? Бір жақсы ән тыңдап жіберейікші. Мысалы Тойские песни. Макси чай деген тыңдасаңшы. Оған не өлең? Ау не айтпайды? Мактаны шығару. Оны надан шығару керек қой, ол неде тұрған андайда. Шықты ма? Болды? Шыққанда анау неден шығып тұр ғой анау, иә? Шығып отыр бақ. Настроение жақсы. Ол разогрев типа альбомға. Колонкадан шығарайық та. Битсекші. Болды. 6.700.000 просмотр ғой мынада. Бұл разогрев. Бұйырса 60 күн стрим болады, не? Ана өлең аты қандай еді? Қазақша ма? Жоқ, ана өлең хит болды ғой. Мына өлеңін айт маған. Мынау 24 миллион просмотр ғой. Анау ше? Мына өлеңін айт маған. Мынау осы өлең ба не? Пиу-пиу дейтін осы ма? Ал! Бүгін жақсы отыр. Мынау жазу сіздерге көріне ме артта, көрінбей ме? Оны пока естіп тұра тұрсын. Мамамның естейтін әні ғой дейді. Тема ғой. Сөйтемізді көрші реакция сұрайтын боламыз. Звездалар шақырамыз, мысалы, кім бар? Солардан реакциясын аламыз. Егер жаңа айт, плюс дедім ғой, давайте бәріміз TikTok, Twitch бәріміз чатқа. Егер студияда 60 күн деген, альбом деген контент жасайтын болсақ, бәріміз плюс жіберейік. Мен бұны қазір күшті болып айтып отырмын, бірақ ол оңай емес. Үйге 60 күн қонбау деген ол мүмкін емес. Жеңгелерің сағынады айналайын ол. Күйеуіміз да сағынады да. Әйел адам. Табиғат заңы сондай да. Сағынады да. Пожалуйста. Оңай емес маған да. Бірақ осы контентті істейік. Бәріміз чатқа плюс жіберейік. TikToктан да, Twitchtан да бәріміз плюс. Плюс, бәріміз плюс жіберейік. Плюс жібергеннен кейін осы идеяны жасаймыз ба, жасамаймыз ба? Ауыр дейді ғой. Енді табиғат заңы сондай да, ер мен әйел. Өтіп кетті. Жирный плюс. Плюс деп отқам ғой деймін. Дауысы басқан жоқ. Плюс ғой. Ал делай дейді. Ал қашан бастаймыз? Так, бүгін қандай күн? Бүгін ба? 26 жыл. 26-шы. Енді Понедельник ба? Понедельник қой. Бұйырса мен неге барып келейін онда? Дохаға барып келейін. Құдай қаласа, давай февраль ғой бізде келген, иә? Құдай қаласа 1 февральда может үлгеріп кетеміз. Февральда істейміз. Жүрегім қобалжып отыр. Ораза ғой еще. Ораза ауыз ашасы сөйлейді стримде отырып. Ауызашарға шақырсашы мені. Осы жерге кел дейсіз ғой. Ауызашарды осы жерде істейді. Жоқ, ауызашарға шақырсашы мені. Ауызашарға шақырса, так. Сұранамыз ғой эфирде. Барсақ бола ма дейміз ғой. Эфирмен ауызашарға барамыз ғой, түсіндіңдер ма? Осы жерде қонасың сен де Айдар. Осы жерде қонамыз бәріміз. Мен бір өзім қонбаймын ғой. Бәріміз осы жерде қонамыз. Кім жұмыс істейді? Бәріміз қонамыз осы жерде. Бәріміз осы жерде ұйықтаймыз. Ауылдағыдай. Тізбектеліп. Көрпе жайып. А я думал, это русский стрим. Куда я попал? Это русский стрим? Не уходите. Это очень даже русский стрим. Это русский стрим. Оставайтесь на канале. Мы вернемся через пару минут. Амбра Бене. Сіздің тамағыңыздың
жылын кетіретін. Не дейді? Ораза келді, как раз еще, я. Не істейміз? Оразада шығып келуге бола ма? Или көреміз ауызашарға да шақырмайды біздің балдар ше. Қатты не емес, иманың қатты емес ше біздің балдарда да. Оразада ауызашар бермейтін де сияқты олар ше. Ничего, кеттік делаем, короче. Особо оларда қатты не жоқ, иман жоқ ше. Біз ғой енді қатты жыл сайын үйреніп қалғанбыз онда. Құдай сақтасын. Жібереміз дейді ғой ауызашарға. Қойшы. Так. Кеттік. Футболға давай битейік. Ертең бұйырса. ертең бай брондап ма? Ертең уже брондап қойды ау. Брондап қойды, анау жабық поляда ойнаймыз деді ғой. Битеміз. Давай битіп істейік. Құрметті менің тиктогымда көріп отырған қанша адам отыр? 3500. 3000 адам, 4000-ға жуық адам отыр екен тиктокта. Сіздер дәл қазір Twitch деген приложениені скачать етіп алып, менің Twitch аккаунтыма тіркеліп қойыңыздар. Может, былай жасаймыз. Кейде, короче, 24 сағат эфирді кейде Twitch'та болады, а кейде тиктокта болады. Ну, кейде да, короче. Соны айтып жатырмын. Менің неме тіркеліп қойыңыздар Twitch'ыма. Жақсы отқан сияқты. Ертең бұйырса, неге кірем? Футбол ойнаймыз, Құдай қаласа деп отырмын. Футбол ойнасақ, мен баяғы навыктарымды қосып, эфирға кір десеңіздер, сол кезде де кірейін. Бірақ ол кезде телефонмен кірейін, тиктокпен кірейін ба, елде Twitch'қа кірейін ба? Футбол ойнап кірші стримға дейді. Ұстап жүру керек емес шәрі. Біреу оператор ұстап жүреді. Жоқ, біз же қойамыз ғой. Айдаладан кімге қызық? Айдаладан. Мен ойнағанымды бүйтіп көрсету керек қой. Общий бит. Мына жерде тағасың. Мынаны соны ойладым да, телефонды бүйтіп мына жерге тағып көрсете алмаймын, Вот или. мына жерге бүйтіп байлап тастау керек болады да ол үшін Специальный да. чехол или нелер бар ғой. Көрші сондайды. Как крепить телефон на человеке деп айтшы. Ошаны GoPro-лар бар да бір дейсің ба? GoPro-ны бұған стриміне жібере алмайсың ғой енді. Давайте ертең болады. Бұйырса февральдың так. Мына жақта Twitch дейді, мына жақта TikTok дейді. Мына жақта бүйтеміз. Бұйырса февральдың басынан бастап альбом 2026 Садрадинді күтіңіздер. Садрадиннің жеке алғашқы альбомы, тұңғыш альбомы жарық көрмек. Алла қаласа. Ол үшін маған сіздердің көмектеріңіз қажет. Әрине мен бір өзім онымен справляться етпеймін. Сол себептен де сіздердің маған осылай каждый ден мені шабыттандырып отқандарыңыз өте керек болады. Және альбом әрине соншама жұмыс жасалғаннан кейін уайымдайсың. Өйткені ол ән шығарған сияқты емес екен. Кішкене уже бүгін соны талқылап қанша күннен бері сонымен жүрміз ғой. Басың кішкене ауырады екен. Бірақ мен ондай процесстерге кірмеймін. Мен тек ән жазу, әнімді жарыққа шығару және клиптің моменттеріне ғана қосыламын деп бүгін өз-өзіме шешіп отырмын. Кейде жиналыстар болады альбом жайлы, соған адамдар келеді, мына жерде адам көбейіп кетеді. Бірақ ол енді қазіргі эфир сияқты қызық болмауы мүмкін. Бірақ енді контент солай болғаннан кейін, пожалуйста, түсіреміз енді. Басқа вариант жоқ бізде. Түс не болды дейді. Түстің продолжениесі әлі шықпады екінші сезон ше. Оны әлі көрмедім ше. Бады, если что, жорып берсеңіздер. Мынау қатып жатыр ғой брат Twitch, TikTok. Ба, қатып қалды. Не болды? Екеуі де қатып қалды. Не үшін? Сәрәт кісірітті ғой. Мактың ба? Я! Еба! Алшы. Қатып қалды. Йо-майо. Еба дейсің ба, Айдар? Қатып кеттің ба? Жақта да қатып қалды. Йо-майо. Мынау еще қазір ұзақ кірмесең не істеп қалады ғой. TikTok'та шығып кетеді ғой эфирден. Так, TikTok'қа ғана кіре саламыз да енді телефонмен. Не істейміз? Сөйтесің, еш болмаса. Ал Twitch'тағыларға ят болды ғой. Зарядкаңыз бар ма? Еба, бұл да жетеу ғой. Зарядқа қоямыз ғой. Ол да бар. Бірақ почти бір сағат отырдық қой, дұрыс қой Twitch'та, иә. Бір жыл өтті, бір сағат. Онда болды, мынамен кіре беремін. Онда үштеймін мынаны үшеуін. Или кіре саламыз ба, дұрыстап бітіре саламыз ба? Отырып
болды қосылды ғой. Қосылды ма? Щелкните, чтобы перезагрузить дейді. Қосылды ма? Қазір. Иә, кірді. TikTok'та кіріп кетті ма? Қайсы кірді ма? Сол адамдармен бірге жалғасып кетті ма? Иә, жалғасып тұр. Ал неше? Мынаны да тезірек істемесеңіз шығып кетпесе қазір Twitch. Кешірім сұраймын. Қазір бұрамын. Қазір. Қарашы. Жоқ, мынау өтіп жатыр ғой. Өтеді ма? Twitch өтіп жатыр. Ана TikTok'ты переключить етесіз ба? Жоқ, наоборот. Нанамын айтып жүру керек қой просто бүйтіп. Болды ғой, Болды ма? Twitch'та только дауыс шығып тұр дейді, енді көріңізші. Неде істеп тұр? Қосылды дейді болды. Болды ғой, бәрі қосылды ғой. Иә, болды. Все, кешірім сұраймын. Мат қосылды ғой зарядкасы, да? Иә, қосылды. Сен чуть жақындат жер жаңағындай. TikTok'тағы. Кешірім сұраймын. Осындай техникалық ақау да бұл. Бұл техника да, бұл адам емес та. Қалай тұру керек? Адам техника болғаннан кейін осындай болады да енді. Басқа жаққа қарай. Все, болды. Техника болғаннан кейін осындай болып тұрады. Өшіп қалады, бірдеңе құлайды, сондай болып кетті енді. Кешірім сұраймыз. Ал. Звук дейді. Звук кетті ма? Алло. Звук кетті. TikTok'та ше. Екі. TikTok'та істеп тұр. Бәрі істеп тұр ғой. Мә, анау Twitch'ім ба? Ұйқы болып тұр ғой, а. Зум жоқ, брат. Қаяқта? TikTok'та ма? TikTok'тағы звук қалай кетіреді енді? Қазір. О, бір бәле. Мына шығып тұр ғой, брат. Universal Thunderbolt деген кетіп қапты ғой мынау. Наушникке шығып тұр ғой. Микрофоны. Ей! Саундчек дейді. Алло. Қосылған. Кешірім сұраймыз. Техника. Сұртташ па төші? Одан емес, мынау қосылып кеткеннен ғой ол. TikTok'та шықпай жатыр ма әлі? TikTok'та шықпайды. Екі жаққа көңіл бөлу оңай емес екен да. Екі әйел алсаң да сондай болады ғой, жігіттер. Екі жаққа көңіл бөле алмайсыңдар ше. Шықпайды бұл. Заглушить все. Хей! Снять с заглушки. Хей! Мен шықты бір адам. Болды ғой? Өзі қуып қалды ау қазір. Өшіріңдер. Көрдіңдер ма жігіттер? Екі жақты кемегін ұстаған болмайды да. Біреу ақ болу керек та, біреу ғана болса болады да ол. Ортасына бат кетеді. Қиын да ол. Twitch'қа кіре бересің ау дейді ғой. Енді не істеймін енді, жігіттер, қыздар. Екі жаққа да үлгеру керек та маған бірақ. Маған үйрену керек. Үйреніп уже дейді. Пожалуйста. Ал. Не айтып жатыр едім? Аллосы не істейді? Алло, Бану ғой. Алло, Бану. TikTok'дан шығасаш дейсіз. Жоқ, шыға алмаймын дейді. Не это корейцы дейді. Не понял вас? Брат, ТТ-да звук жоқ дейді. Звук алдыға кетіп қалды дейді ғой TikTok'қа қарасаңшы. Звук алға кетіп қалды. Бұл не болды? Қайталанып жатыр походу, алдыға емес. Хей! Қайталанып отыр ма ендіше? Қара түрін қара. Өшіріңдер деп жатыр ғой, әлі. Қалып жатыр ма? Енді қараш. Енді зор сияқты. Болды ау, иә? Кән? Менің даусым шығып жатыр ғой. Сіз камераға қарап бір-екі сөйлесеңізші. Раз, два, три, кавычки. Сигарету, спичка. Қалып. Дауыс па? Қалып жатыр. Короче. TikTok. Бейтеміз. Біреуге өшіру керек болып тұр ғой, иә. Twitch бейтеміз, короче, қазір. Сіздермен мен Twitch'ке пока деймін. Сол үшін Twitch'ке пока деймін да TikTok'қа кірем. TikTok'қа кіремін да. Қазір бірақ TikTok'та эфирді бір өшіріп қосайын, иә? Или бүгінге болды ма эфир бітсін ба осымен? Бүгінге эфир бітсін десеңіздер, мен дальше жұмысымды істеймін. Twitch әдемі болып тұр негізі, чем неге қарағанда ше. Может быть, TikTok'тағылар Twitch'қа кел десеңіз болмай ма? Да. Как вам идея? Бейтеміз. Twitch'тан кішкене отырамыз. Қанша болды сағат? Ja, бейтеміз. Құрметті TikTok'тағы көрермендер, менің даусымды естіп отырсаңыздар, Садрадин деп Twitch'қа жазасыздар, менің аккаунтым шығады, соған келіңіздер. Укам хоп ма? Все, мен сіздерді күтем. Мен сіздермен қоштаспаймын. Менің атым Садрадин. Все.
мен мынау эфирім қуып кетті а то или Ә. нормально болды ма айтшы. Жоқ, аузыңыз нормально сөйлеп жатыр да, дауыс анау 10 секунд артқа қарай кетіп жатыр ғой. Сол Қалай? сөйлеп жатқаныңыз енді келіп жатыр, білмеймін сол неғып екенін. Мен мынау эфирім қуып кетті а то или нормально болды ма айтшы. Көрініңіз. Түріңіз нормально болып тұр. Короче, қиын десей. Сәл. Твичта ше. Twitch әдемі. Твичта қалайсың айтсаңдаршы. Иә, зор. Задержкамен. баяғы Или шығамыз ба, қалай ойлайсыңдар? қатты дейді көке Соғы сол, соны айтып отырмын. Мен что-то не то, уже дұрыс. отыра беріңізші. Twitch Қасым, TikTok өшір дейді. Бір-бірлерін өшір деп жатыр ғой, походу. Давай бүйтейік тиктокқа. Бүйтеміз. Тиктокқа қазір бүйтуге болады. Твичта отырған адамдар тиктокқа кіре алады ғой. А тиктоктағылар твичқа кіре алмайды. Сол үшін мен қазір эфирді бір перезагрузка жасаймын тағы да, басынан кірем.